Ассаламу алейкум достар, кезекті автокөлігіміз оңтүстік Кореядан келіп жетті. Бұл бізде F30 кузовтағы 330i автокөлігіміз 3-ші сериядағы. Бұл көлікті бізде Қарағанды қаласынан тапсырыс берген болатын Данил деген кісі. Көлігіміз керемет жағдайда, енді минималь пробегпен оңтүстік Кореядан таза немецкий сборкадағы көлік. Алматыға дейін бағасы 11 миллион теңгеге келді. Қазір толыққанды қазақ нөмірге қанша шығатын барлығын айтып кететін боламыз. Ал енді комплектациясына келетін болсақ, алдыңғы бізде қараңыздар LED оптика, парктроник, туманиктермен бірге, және әдемі бізде дисктар. Так, размері қанша екен бұның? 17-лік, 18 екен. 18-лік размерлі дисктар, повторители поворотников, үстінде электрический бізде люк, жиналмалы айнасы, салонға кіретін болсақ осындай қып-қызыл түссе. Көрдіңіздер ма? Память, плавающий сиденье, вин-код бойынша 2018. Мына мультируль бізде пуштарпен от алдырамыз. Екі объемды турбомен жабдықталған бұл автокөлігіміз. Сол жақта управление оптикой, контур полоса, орындықтарды жылытқыш. Драйв модтың бізде екі түр бар: спорт және эко про деген. Жоқ, комфортта бар екен, қараңыздар. Таблосы өзгереді, спорт плюсқа қойсаңыздар қып-қызыл болады екен. Как раз дрифті осылармен жасайды достар. Көтті айландыру деген 5-ші серия емес, осы 3-ші сериядан қалып кеткен негізі баяғыдан. Екі кілті міне. Екі кілт емес, бір кілт, подстаканник, міне. Ручник, как раз осындай. Бұларда электрический ручник деген болмайды. Дрифт жасағанға өте ыңғайлы. Осы қалай ашылады екен? Екінші кілті осындай екен. Екінші кілті де бар екен. Достар, одан бөлек қазір пробегін көрейікші. Пробегі қанша бұның? Так, пробег 34 000 километр бар болғаны. Жап-жаңа десек те болады. Артқа бізде камера, барлығы чотқа жұмыс істеп тұр. Медиасы, сенсорлы басқарма жүйесі, қолмен де саусақпен де управление болады. Орындықтарды жылытқыш, AES, кондер барлығы керемет жұмыс істеп тұр. Бардачок, видеорегистратор. Үстімізде бізде люк. Электрический. Бір батареямен ашылады, жабылады. Қараңыздар, регулировка болады екен. Алдыға, артқа ыңғайлы болу үшін подлокотниктер. Одан бөлек мынаны барлығын жауып тастаса болады, өте әдемі. Парктроник қосса болады. Қазір енді көліктің арт жағына өтейік. Арт жағына келетін болсақ, арты да өте тап-таза, керемет жағдайда. Подстаканник, екі осындай стаканник қойғыш. Орындықтарды жылытқыш, кондер. Одан бөлек арты ашылу керек қой негізі. Ама полный түседі екен. Көрдіңіздер ма? Өте ыңғайлы, ұзын заттарды салуға. Ал енді багаж жағына келетін болсақ, багажында парктроник 330i. Бір батареямен багажын көтереміз. Мінекей. Осында айтарлықта ешеңке жоқ. Сеткасы бар. Электрический багаж емес екен, өкінішке орай. Так, достар, қазір қазақ нөмірге қанша шығатынын есептейтін боламыз. Көлігімізді. Мінекей. Екі объемды Twin Power турбомен жабдықталған міне. Мотор енді жылтырап тұр. Жап-жаңа автокөлік десек те болады. Ешқандай мін жоқ. Достар, енді бұл автокөлік 11 миллионға келді. 2 литр объемға сіздер естеріңізде болсын 756 875 теңге утилизбор төлейсіздер. Сос кнопка, сертификат, услуга брокера 500 000 теңге. Бұл жерінде бурана пленкалар жабыстырылған екен енді. Зақымданып қалмас үшін. Сос кнопка, сертификат, услуга брокера 500 000 теңге. Және де растаможкасы нақты қазір білмей тұрмын. Жобамен 1 200 000 300 000 шығатын шығар, қателеспесем. Алда уақытта біліп жазып қоятын боламын. Мына жерлерінде де бізде пленкалар, көрдіңіздер ма? Кәрістер ондай сақтандыру дегенде өлтіреді енді. Және де нені айтпадым? Первичка 2 162 500 теңге. Сонымен қазақ нөмерге жазып кеттім достар. Қалай ойлайсыздар? Өз бағасы лайықты ма? 3-ші серия 330i. Қанша аттың күші бар екен білмедім. Білетін болсаңыздар комментария жазып қалдырыңыздар. Біздің парақшамызға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге Алаш Экспорт компаниясы Кореядан 4 жылдан бері автокөліктерді тасымалдаумен айналысамыз. Осындай BMW-ларды көп заказ беріп отыр. Бұл енді Қарағанды қаласынан кетеді достар. Қарағандыдан Данил деген жігіт тапсырыс берді. Осындай 3-серия BMW
Негізі қол жетімді BMW-ларды іздеп жатқан болсаңыздар, бір 8-9 миллионға түсетін. Онда F10-ларды алсаңыздар болады. 2010-нан бастап 11, 12, 13-тегі. Соларды әкеліп береміз жақсы жағдайдағы. Болды, сау саламат болыңыздар. Парақшамызға тіркеліп, пікірлеріңізді жазып, және де қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.